Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Kia Cerato 1.6 көлемді электронды блок жүйесінің прошивка жасаған болатынбыз. Осы көлікті де 1.6, оның алдында бізге келген болатын. Осы көлік проблема 2-ші, 3-ші, 4-ші цилиндрінде клапанда және цилиндрінің кольцалары компрессия ұстамай қалған 2-3-тің. Осы автокөлікті біз мотористен кейін моторын жинап болғаннан кейін прошивка жасап береміз деп уәде берген болатынбыз. Міне қазір біз прошивка жасап болғанбыз. Прошивка жасағанда, мысал үшін бізде міне 2 датчик бар. Қазір кішкене фокусын жасатайын. Міне кислородный датчик блок 1, датчик 1. Кислородный датчик блок 1, датчик 2. Мына 2 датчик, мына біріншісі енді қосылып тұр. Міне қосылды, сөнді жасап тұр. Ал прошивкадан кейін екінші датчик уже жасамайды. Сөндіріп тастаған -20 болып. Ол уже одан ақпарат ешқандай алмайды. Бұл екінші датчик негізінде ненің орнын атқарады? Бұл катализатордың жанған бензин, ауа, соның мөлшерін қарап отырады. Көміртек қанша бензин шағынды, қанша ауа жанып шықты, соны барлығын дұрыс қарап отыратын датчик қой негізінде. Соны прошивка жасап сөндіріп берген болатынбыз. Енді одан кейін катализатор ешқандай ошибка көрсетпейді көлікте. Қазір біз ошибка жағынан қарайық. Ошибкада ешқандай катализатордың ошибкасы және екінші лямбда датчиктің ошибкасы көрінбей тұр. Қазір иесімен бір айдап көретін болады өзі. Және сұхбатын сұрап көреміз, және қандай өзгеріс бар екенін сұрап бірге білетін боламыз. Жігіттер, қазір біз Kia Cerato'ны айдап, иесі өзі айдап көріп жатыр. Көліктің жүрісі, жұлқынуы бәрі кетті. Бұрын жұлқыланатын еді, автоматтың коробкасы на понижение, на повышение бір сілкініп көтеріліп түсетін еді. Көліктен кейін бұлай жақсы болды дейді иесі. Өзіңіз қалай ощущение? Осылай міне Kia Cerato'ны прошивка жасаған болатынбыз. Баршаңызға рахмет. Сұрақтар болып жатса WhatsApp-қа немесе комментарий қалдырсаңдар болады. Міндетті түрде мен жауап беруге тырысамын, және жауап беріп барлығын плюс минустарын айтып беретін боламын. Баршаңызға рахмет. Жігіттер, сау болыңдар.